мына жақта ИСФС деп тұр ғой, соған кіресіз. Мен сізді тіркеп қойғам. Қызық тіркегенімді войти в систему дейсіз. Мына жақтан сізді табайық. Айгерімсіз. Мына жаққа өзіңіздің ЭЦП ключіңіздің паролін жазасыз. Шықтыңыз. Енді мына жаққа ИСФ-ның паролін жазамыз. Пароліңізді берем сізге. Кірді міне. Физическое лицо деп тұрады. И поверха деп таңдайсыз. Мына жақта міне АВР тұр, міне электронная счет фактура тұр, міне АВР бірінші, міне АВР-ға кіресіз, АВР жасайсыз. Өзіңіздің АВР-леріңіз көру үшін мына жақта міне даталарды қойып жасауыңызға болады. Мына көріңіз, 27 аралық мен көрсем, мына бір АВР тұр, подтвержденный сізде. Создать дейсіз. Сізде бұл қаншасыншы АВР? Соған қарайсыз, қазір бізден көрейік, бізде қаншасыншы АВР, екінші АВР екен. Біз үшіншісін создавать етеміз. Мына жаққа үш дейсіз. Дата выписки ол өзі автоматически қалады осы датамен. Ана дата выполнения работ дегенге жазамыз, сіздің Oriflame-іңіздің уақыты біткен күнді жазамыз. Сіздерде мысалы уақыты бітті, қай күні қазір қарап көрейік. Сіздерде уақыт, справкадан қарайсыз оны. Справкамызды ашып алайын. Справкада сіздерде период, так, 23 бітті, я 23 бітті сіздерде. 23 бітті ма? 23 бітті, я суббота. 23 деп қоясыз. Қай күні бітті, каталогын сол датаны қоясыз. Мына жақта мына көзімен көрсетіп тұрады. Реквизиты заказчика деп тұрады. Бұл жаққа сіз жазасыз өзіңіздің жаңағы Oriflame-ның данныйын жазасыз мына жақта. Мен Oriflame-ның бейінін мына жерден скопировать етіп алам қазір. Сіз өзіңіз жазасыз ғой, мен просто былай қазір сізге көрсеткенге скопировать етіп, мына жақта Oriflame деп шығады өз. Осын бассаңыз, мына жақта данныйлар толтырылады. Банковский реквизиты поставщика дегенге сіз өзіңіздің данныйларыңыз тұр міне. Банковский реквизиты исполнителя ана жақта толтыру керек. КБ бізде 19 болады. Физический лица, ИП, КБ 19-ды қояды. ИКке сіздің счет номеріңізді жазамыз қазір. Мен сіздің счет номеріңізді тауып алайын. Так, счет номеріңізді тауып алайын да, соны жазамыз қазір. Сізде енді өзіңіз счет номерларыңыз оңыздың астында болады ғой. Так, сіздікі Центр кредит, KZ деп басталады. 588, 562, 204, 115, 97, 37. Икке жаңағы негізде бар справкамызда биік бәрі тұр, сол жақтан қарап жазасыз. КС KZX мынау биігі. Мына жаққа банктың атын жазасыз. Қандай банк екен? Сіздікі тілді ауыстырайық. АО банк Центр кредитстікі. Центр кредитін толтырып қойдық. Енді мына жаққа банковский реквизиты заказчикаға толтырамыз. Oriflame-дікі бұл. Oriflame-дікі КБ 17 болады, потому что юрлицолардың КБ-сі 17. Юрлицо дегеніміз ол ТО.
толуларды көрсетіп мына жақта біз данныйын ала саламыз. Алаңғы қыстардың данныйлары мына жерге Oriflame-ның счет номерларын скопировать етіп қоя саламыз мына жақта. Сіз өзіңіздікінен көріп осылай скопировать етіп алсаңыз болады, или бір жерге сохранить етіп қойып, сол жақтан скопировать етесіз да жаза бересіз. Копировать етіп аламыз да мына жаққа қойып қойдық. Енді договордың номерін жазу керек мына жаққа. Сізде договорыңыз бар, иә, сіздің. Қазір мына жақтан договорыңызды қарап көрейін. Договорыңыз номері 766-65 екен. Датаңыз сіздің 30 март екен. Таңыз мартқа қоямыз да. 30 март деп қоямыз. Данные по выполнению работы оказания услуг дегенге. Рекламат алсақ, мына плюсикті басасыз. Мына жақта шығады. Бұл жерге мнение деп жазыңыз. Да? Поисктеңіз, сіздерде Oriflame-да осыны қою керек. Услуги по изучению общественного мнения деген, потому что сіздерде басқа оқытпен берілген ғой. Мына жаққа единица измеренияға жазасыз. Мына жаққа одна деп жазсаңыз шығады. Услуга дегенді таңдайсыз. Цена, тариф деген жерге жаңағы справкаңыздың дағы сумманы жазамыз. Сізде қазданымен 5880 теңге деп тұр. Стоимость дегенге де осы сумманы жазамыз. Мына жазылды ғой. Енді бір қарап аласыз да. Бәрі дұрыс жазылды. Отправить етесіз. Өзіңіздің әдсетпіңіз мына жақта жазылып тұр менде. Сонымен подписка жасайсыз. Мына AWR-іңіз шықты мына. Әлі не просмотрим болып тұр. Бұл енді Oriflame тексеріп қарағаннан кейін подтвержден болады. AWR подтверждать еткеннен кейін біз цифр жасауымыз керек. Мына жақта мына электронный счет фактураны. Осы жаққа кіресіз. Мына жақтан датаны қоюға болады, примерно бүгінгі күнге дейін. Отправленный основные деп таңдайсыздар. Мына бірінші, екінші AWR-леріңіз бар сіздің. Осы сумманы осы Oriflame-іңізді. Енді создание счет фактуры дейсіз, бұл да сізде үшінші счет фактура болады. Қазір шықсын, мына жаққа үш қоясыз. Дата выписки бүгінгі дата қалады, бұл өзгертілмейді. Дата совершения оборотаға сіз қоясыз, Oriflame біткен күні қоясыз. Жұмыс істеп біткен күнді қоясыз ғой. Реквизиты получателяға мынаға Oriflame-ның бейінін жазасыз. Мен мына жақтан алам, ол бейінді. Так, мына жаққа. Бейінді қаз қойсақ, мына жаққа мына Oriflame деп шығады. Осыны басса қойса автоматически қосылады. Енді договор контракт деп тұрған жерге кіресіз. Сізде договор бар ғой. Мына жаққа договорды жазамыз қазір. Договорымызды тауып алайық. Так, договорымыз 766-65. Датаңыз 30 март болған. Мына осын қойдыңыз, енді мынаны толтырасыз. Данный товарына жаққа жазу керексіз. Біз мына жаққа признак происхождения товараға алтыны қоямыз. Наименованияға услуги по маркетинговому договору дегенді қоямыз мына. Мына жақта сіз уже қойғаннан кейін постоянно жасаған автоматически осылай сіздерге дайын шықтырады. Біріншісінде сіз өзіңіз теріп жазасыз қолыңызбен услуги деп. Менде қазір менде барлықтары болғаннан кейін мен дайынды қоя салам осы жерден. Единица измеренияға одна деп жазасыз. Одна услуга дегенді таңдайсыз. Стоимость товары дегенге қазір 5880 деп жазасыз. Справкада көрсетілген сумманы. Болды, осы жерге жазасыз, басқа еш жеріне тиіспейсіз. Отправить етесіз. Енді бір қарап тексеріп шықсаңыз болады.
такс. Это пин-код жазып. Мына счет фактура создан и добавлю в очередь обработки дейді. Окей дейсіз. Мына сіздің үшінші счет фактураңыз кетті. Сонымен